Бауыржандар. Бар, жасын тапсыра қайтыр. Асылжан адалсың. Айзере? Ағара. Сіз айтамыз, сіз? Кереметсің. Шықпейсің деп айтуға болады. Айтады, жоқ, саған бүйтіп кете бересің. Шықпейсің деген сияқты. Шықпейсің, ағарай. Сен? Дұрыс. Ғани сен ғажайыпсың дейді, Одан келетін сөзге көп табыла бермейді ғой, Айнұр, сен адамгершіліктесің. Молодцы. Бар ба? Мықтысың, молодцы, көңілдісің. Керемет көңілді тілекті барымыз бар. Онда кәне шапалақтап қойықшы. Балдар, біз өткен сабақтарда осы визуалды өнер бойынша өттік, бірінші 90 бойынша өттік. Енді осы 90-да бастап жатқан сабағымыздың тақырыбы негізі көркемдік жазба дейді. Ол көркемдік жазбаның түрлеріне қақлама, пүжел, батик деген өнер түрлерімен танысамыз. Біз оларға келмес бұрын бұл сабағымызда ең бірінші өткен сабақтарға кішкене болса да еске түсіріп алайықшы. Себебі бұл өткен сабағымыз сол өткен сабақтармен тығыз байланысты. Ой өрнекте бар, ішінде кескіндеме де бар, живопись те бар, графика да бар. Солардың бәріміз білу үшін біз өткен сабақтарға кішкене қорытынды жасап көрейік. Визуалды өнер дегенді білдік қой өткен сабақтарда, визуалды өнер дегенді. Не айтамыз визуалды өнердің жанрларына қандай жанрлар жатады? Балалар? Қазір переварамдармен бұл сабақ өткен сабақтар қайталау үшін біз осы тақырып бойынша қорытынды жасаймыз. Өткен сабақтар қорытынды жасаймыз. Бұл жерде мен сіздерге мынандай тақырып бойынша дайындап бердім. Визуалды өнер бойынша өткен сабақтарға айналмалы деп. Енді мына жерде айналдырамыз қазір. Қай сұрақ келеді, сол сұраққа жауап береміз. Пейзаж. Қол көтеріп жауап берейікші. Пейзаж дегеніміз қай тақырыппен сурет салынады? Қандай айтамыз? Табиғат бейнесін бейнелеуді пейзаж деп атаймыз. Дұрыс қой, Келесі. Келесіміз. Сәндік қолданбалы өнер дейді. Бауыржан айта ғой. Бізде сәндік қолданбалы өнерде қолдан бір нәрсе, мысалы сувенир сияқты, құмыран деген сияқты. Қолдан жасалған бұйымдардың барлығы сәндік қолданбалы өнер жатады екен. Дұрыс па балалар? Қаттырақ бердім сөйле сабаққа отырайық та. Ұйықтап қалмай. Ары қарай. Келесіміз баталдық жанр дейді. Баталдық жанр. Тайыр айта ғой. Соғыс кезін бейнелейді екен, баталдық жанр дегеніміз соғыс кезін бейнелейді екен. Молодцы, дұрыс. Ары қарай. Графика дейтін бәріміз білетін шығармыз, Графика дегеніміз неме салынады графикада? Қол көтеріп айтамыз. Қане? Қаламмен, тушьмен, пастельмен салынатын суреттерді графика деп атайды екенбіз. Ары қарай. Ары қарай. Анималистік жанр. Басқамыз. Данияр айта ғой. Жануарлар бейнесін салуды біз анималистік жанр деп атайды екенбіз. Дұрыс балалар. Естерінде екен барлығы да. Ары қарай. Асылжан. Bir сабаққа қараймыз. Мүсін дейді. Мүсін. Бар ба? Балшықтан. Балшықтан жасалған, саздан жасалған. Саздан, балшықтан, одан кейін. Мектеп бағдарламасында? Немен жасаймыз? Мектеп бағдарламасында? Пластилинмен жасалатын жұмыстарды айтады екенбіз, дұрыс. Енді осы екеуі қалып тұр. Портрет жанры. Портрет жанры. Тағы да басқа қыздар Айзере. Портрет жанры дегеніміз не? Портрет дегеніміз? Адам
адамның бейнесін салды, дұрыс айтасың, қаттырақ айтсамдашы, адам бейнесін салып береміз. Осында портрет деген кезде сразу айтуымыз керек, екіншісі автопортрет дегеніміз не? Өзін-өзі салуды айтады екенбіз, дұрыс. Ары қарап бұл кетпейді. Живопись дейді, ендіксе. Живопись дейді. Енді, ал енді қандай айтамыз осыны? Живопись дегеніміз не? Бояулармен салынатын суретті айтады екенбіз, живопись деп. Сен жаңа шатасың. Графика мен живописті. Еш уақытта шатастырмаймыз, графика мен живопись дегеніміз екеуі екі нәрсе, екі түрлі салынатын нәрсе. Ал енді балалар, өткен сабақ бойынша кішкене басқа естелікке түсірдік, жаңа айтуға графика, живопись барлығы осы бүгінгі сабағымызбен тығыз байланысты. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы балалар көркемдік жазба, батик, гжель, қақылама дейді. Және осы жазба түрлері. Біз бұған дейін өткен жоқпыз бұл сабақтар бойынша, себебі 7-ші класс бағдарламасында бізге осы келеді. Енді осы жерде сабағымыздың мақсаты, оқу мақсатымызда тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер дизайн туындыларын, ерекшеліктерін өз бетінше зерттелуде. Бұл жерде түрлі өнер, түрлі елдің, басқа да елдердің жаңағы өнерлерін, дизайндерін білу дейді бұл жерде. Сабағымыздың негізгі мақсаты сандық қолданбалардың өнер бір түрі, көркем өнер салт түрлерін біледі дейді. Білуіміз керек және халық қолөнерінің алуан түрлеріндегі ою-өнер композициясы ерекшеліктерімен танысамыз бұны, ою-өнердің ерекшеліктерімен. Ары қарай. Ең бірінші батик өнеріне келетін болсақ, батик дегеніміз бұл матаға салынатын ою-өнер түрлері. Батик негізі үш түрден салынады. Ыстық батик болады, суық батик болады және түйінді батик деп аталады. Ыстық батик бұлардан сурет салған кезде, матаға сурет салған кезде міндетті түрде балауыз қолданамыз. Балауыз дегеніміз кәдімгі свечи ғой, сондай қолданамыз. Егер де онсыз сурет салатын болса матаға, кез келген бояуымыз ары қарап сіңіп кетеді. Ал ананы жағып алып жұмыс жасай берсек, ол кезде сіңбейді. Бұның әрқайсысына балалар жеке-жеке тоқталып отырамыз. Жұмыс жасаймыз болға бізге бірнеше сағаттар берілген. Мінеге батик түрлеріне келетін болса, батиктің түйінді батик, салқын батик және осы практика жүзінде де көрсетемін сендерге түйінді батикпен қалай жұмыс жасау керек екенін. Ол кәдімгі матадан алып келсе, сол матадан жұмыс жасаймыз. Мен салқын батиктің жұмыстары. Салқын батик біз негізгі мектеп бағдарламасында көбірек қолданамыз. Ыстық батикте де бола береді, бірақ уақытты ең аз жұмсалатын ол суық батик. Енді гжель өнеріне келгенде жаңа айтты ғой, батик, гжель, қақылама деп. Мынау ою-өнерлері қандай ойын көріп тұрсыңдар, өнер көріп тұрсыңдар? Жапырақ көріп тұрмыз, сосын? Жапырақ көріп тұрмызда, өсім тектес ою-өнерлері болып тұрады бұл жерде, себебі бұл гжель тақырыбында салған кезде бұл орыс халқының ою-өнері. Орыс халқының өнері бұл негізінде келген кезде. Бұл жаңағы салған кезде көбінесе көк түсті қолданамыз, көк ақ түсті қолданамыз. Кез келген жұмысында осындай түстермен, мынаны бүлдіршіндер сияқты болып келеді. Міне керамикада қарындаш қайсысына келетін болсақ та барлығында тек қана көк ақ түсті көріп тұрсыздар, олардың жаңағы керамикаға жасалатын нәрсе. Керамика дегеніміз білеміз ба? Не бұл керамика дегеніміз? Түрсе үйлерді ыдыстарымыз олар бәрі, үйдегі өзіміздің қолданып жүрген ыдыстарымыз керамика деп аталамыз. Гжель өнерін тағы да өсімдік өнертермен әшекейленіп отырады деді. Үнемі сондай болып отырады деді. Міне гжель өнеріне келетін болсақ, өнер түрлері қараңдаршы. Барлығы да бір әдемі, әдемі болып кете береді. Мұнан әр сабағымыздың салқымызда қараңдаршы қалай салынады. Бұл жерде қарындашпен салып отырып керек жоқ, бір десек кесішкінің өзімен салып кете беретін жұмыстар. Көріп ма? Ол гжельге де, қақыламаға да бәрімен бала жеке-жеке тоқталып отырамыз. Міне, көріп ма? Қайсысына кесеңдері түстер қандай? Түстер қолданып тұр. Көкпен ақты қолданып тұр. Міне, қақылама дейді. Неге салынған бала қақылама? Ақшаға салынған, қарап тұрып
әшейін өзіне қарап тұрған айта аламыз. Бұл да қай халықтікі? Орыс халқыныкы. Бұл да жаңағы матрушкалар болатын еді ғой, баяғыда бүйтіп тізіліп тұратын, иә? Оның өзінде де бәрінде осындай ою өрнектер. Бұл жерде қандай түстер? Көк түсті көріп тұрмыз ба? Қызыл, сары, сосын қара түстер. Негізінде сары түсі жаңағы полный жаңағы ыдыстың өзінің қолы сияқты болып кететін болса, ал ою өрнектердің көбісі қара мен қызыл түсті қолданып тұр екен. Қақыламен шатастырмаңдар. Қақылама ағашқа салынатын ою өрнекті, ал жел неге салынады екен, орындалады екен, ол керамикаға орындалады екен. Бұл қақылама алғашқы салынған сәнді өрнек дейді. Бұл тіпті жіңішке өзек сызықтармен қажет ететін ұсақ бөлшектерді қарындашпен салмай-ақ бірден жұмсақ қыл қаламмен салып кете береді екенбіз. Қақыламаның бір жүрмесі. Күжелі де солай салуға болады, күжелі де солай салып кете береді. Міне, қақыламаның өрнектері көрінді ме? Қандай түстер қолданып тұр? Қызыл мен қара основной негізгі түстері бар. Қызыл мен қара. Бұл жердегі қандай өрнектер? Өсімдіктесі өрнектер бар. Өсімдіктесі өрнектер бар. Міне қараш. Бәрі қарапұшының өсімдіктесінен қарапұшын алады. Клубника сияқты келген, бұл да өсімдіктес ою өрнектермен әшекеленген екен. Бірақ біздің оюларымызға да келеді, бұл оюларда бар ішінде. Қарасыңдар. Неше түрлі ою өрнектермен салынып отыр. Енді балдар, осы бойынша сендерге қандай материал керек? Осы батиктің, күжелдің, қақыламаның материалы қандай, ою өрнектері қандай, техникасы қандай, және олардың айырмашылығы қандай деген сендерге осындай кесте беріп тұр. Білдер ме? Осы кесте бойынша батик дегеніміз не болды жаңа? Неге жасалады бұл жұмыс? Матаға жасалады деген, күжел керамикаға, фарфорға жасалатын жұмыстар екенде, қақылама дегеніміз ағаштарға салынатын өрнек түрлері екен. Енді олардың материалдарын жасырына солай жазылады. Енді оларға қандай ою өрнектер салынады екен? Соны жазулары керексіңдер. Батикте кез келген ою өрнектер жасай беруге болады, батиктің өзінде. Ал күжел мен қақыламада қандай ою өрнектер еді? Өсімдік кектесі ою өрнектер жатады екен. Екеуінде де. Техникасы қандай? Техникасы, матаға, қашылға, ағашқа салынады екен. Айырмашылықтары? Айтамыз, айта береміз, иә? Ағашқа салынып, оған қандай түспен? Қызыл мен қара түстер, негізгі түстер, басқа түстері қолданады, бірақ негізгі түстері оның қандай екен? Қызыл мен қара екен. Сол алдарына кестені 5 минут уақыт береді, 5 минут сол кестені толтырып жібереміз. Кестені, алдарына кестені толтырамыз. Kesteni toprağımız. Kestiz vallahi toprağımız. Сурет қызықты. Келесі жолы бар таңда акварельный краска болуы мүмкін түрде. Себебі акварель гуашь та болады, акварель де болады. Кесішкі бәрімізде болатын болсын келесі сабақта.
koysunlar bo'ladi. So'ndan keyin uni aqtarini yozib qo'ya solinglar. Bo'lganlari qisqacha bo'ladi. Qisqacha yetib o'zingiz tushungan bo'ladi. Qanday bo'lmay? Tag'i tez chinyaqtayib o'si bo'yicha hozir praktikалық жұмыс жасаймыз. Hayır, olay gidelim. Bu var. Asılcan. Şimdi arkadaşlar, asılcan bu zaman verirsin. Arkadaşlar. Topshirma, ikkinchi topshirmani birinchi topshirmani joyi kesilsa, ikkinchi topshirmamiz bu yerda eski zeriklarga ko'rsatilib o'tir, harflarni batik және güzel taqdirlarni surat solib. Men o'ylab o'tirdim, birinchi qator batik taqdirda surat solsa, ikkinchi güzel, uchinchi harflarni taqdirda surat solamiz. Sizlar o'zlaring qaysisini tanlaysizlar, shu ham solay tanlab Kasonanın şöyle olsa eskiz жасайықшы. Eskiz жасайық, осы 3 сағат бойынша қалай кететіндерімді бастаймыз. Заттарды шығарып, акварель болса акварельмен міндетті түрде бола берсін қалай білдер. Осы тапсырманы үйде тағып алып, қосымша оқып, жақсап тағы да таныстырды. Сонымен жердің жаңағы үлкен деп өтіп, қай жерден шыққанын барлығын тағы да бір естеріне салып, нетіп алыңдар. Бастаймыз. Уақыттан кетіп жатыр, балдар алып кетті. Енді осы қазір болған екен, жұмыстарымыз болған екен, просмотр жасаймыз. Жасаймыз, кімдікі қалай шыққан екен. Сразу бірдесін кесішкімен жасай беруге де болады. Koymanı da kontrol koymalı. Bir desin cevap kesişme sağlayabilir de болады. Ben kaysını bir? Sen kaysını sağlasın? Güzel taqdirnama salamız. Ашып көрсін бе шынымен? Басына алып отырмасаң, өздеріңе не қиындау болады ғой. Бастай берді, шынымен бастай берсен болады, сразу. Отшып қоймасаң да. Suya tutuşuklar.
Qarasizlar, mana yoqda nelarchi, qalay bo'lib turganchi. Sirtdan qarab, qo'yib-qo'yda o'rnasini yechib qo'yadi. Nechta qo'yishingda. Endi adamishlar bo'ldi. Mana nelar bor, bu bo'lishlar. Bu yo'qsa-da, o'g'illar chaynab-chaynab. Bo'yag'imizda bugun bizlar asli jarma ketib turib, shunday bo'yaymiz, bastaymiz, bo'yog'ni bastaymiz, bo'lganimiz qog'ozlar qanday tushundir bo'lib bo'yog'ni bastayveramiz. Bo'yog'im qani? Mana sizlar. Seninki qaysi? Jeli. Ko'p istesa ko'p olsin. Kavsar tilabim bo'ladi, kavsar qarashlar, ayni shig'iladi kavsar, молодцы. Sizlar sharmay qo'yamiz, bu yo'lingizda.
отырсыңдар ма? Hayır. Şöyle otursunlar mı? Yine. Саласында білдірме? Бұл ескіз дейді. Мейха қоса бер, тағы да қосады нәрсені. Отырмай бұқтай, арғыр қосатын нәрсені қосамыз мынаған, тағы да қосамыз. Мынандай жерлерін сәл мынандай көлеңкелеу жер деген қаңқыса өте жібереміз. Bundan sürekli sırası jинақталындарма 3 минут уақыт берейін, 3 минут емес 5 минут уақыт. Одан кейін жинақтайық, балалар. Оны қоса бермейді оған. Мына жақта қалып былайына қосылу керек, былайына. Әдебі көзілер мынаны ше. Мынаны көзілер оқылады. Көрінді, біткен кезде өзі кесіктілерін қаттырақ батырсыңдар балалар. Bir шеті қараңғылау болып шығады, бір шеті сәл ашықтау болып түседі. Көрінді ме? Сол кезде сол. Жетілге қақламантыда сондай болып шығады. Өсімдікке жаңағы бөлдешіндердің сабақтары сияқты еді.
Zeyda. Ne oldu hani? Kattırak basa bersen, hani kalında ötüp basa bersen. Sen akıl nemin karabısın bakasın. Kalında ötüp basa bersen. Moktan qanday bo'lib turibdi misol? Mana bitib keladi-da, mana bitib qo'shib berim bersin o'zimga. Bundan shunday bo'yalib kerak so'zim bor. Nima? Bar bo'yalib. Nega desa to'g'ri Ko'rdingmi? Mana da to'g'ri qilib jibirasiz mana. Solay etsangiz. Қолдағы сабақтарды істей Болдық па балалар? Онда екінші тапсырма бойынша сендердің жаңағы бүгінгі сабаққа арналған ескіздерді. Жаққа 15 маған красик өтіп қалады. Баға суреттерін кепкенге дейін ары қарап осы бүгінгі сабағымыз бойынша қорытындылау жасайтын болсақ, сендердің қаншалықты алған білімдердің қаншалықты екенін мен арқылы тексеріп алуға болады сендерден. Қараймыз мына. Жерден Ұяшық таңдаймыз деген суреттерімізді тоқтатайық, сайлап отырып істей береміз, бірақ мына сұраққа да жауап береміз. Бер қарап жөндеп отыр. Ұяшық таңдаймыз, балалар, осындай сіздерге бүгінгі сабақта қорытындылау ретінде осындай ұяшық таңдаймыз деген. Бұл жерде ұяшықты таңдайсыңдар. Мінекей беріп тұр, ұяшық 14 оқушыға 14 ұяшық дайындап келдім. Енді осы ұяшықтар бойынша кім қай ұяшық таңдайды? Марванға бірінші қол көтеріп отырған, ал Марван таңдайғыш 10 дейді. 10 ұяшықта шайығында Марванға не керек екен? Қақлама өрнегіне қандай өрнек түрлері жатады? Қақлама бірінші неге орындалады? Ағаш орындалады. Қандай өрнектер қолданады? Гүл, ағаш. Өсімдіктер. Қаттырақ жауап беріңіз. Өсімдік тектес ою өрнектер жатады дейді. Дұрыс па? Екінші кім таңдайды? Бауыржан. 5. Қақыламада қандай түстер қолданады? Қызыл мен қара түстер қолданады. Дұрыс па? Дұрыс. Ары қарай. Камалия. 1. Жер өрнектері қандай түсте болады? Көк және ақ түсте болады дейді. Дұрыс. Енді кім таңдайды тағы да? Данияр. 7. Батық сөзінің мағынасы нені білдіреді? Батық сөзінің мағынасы нені білдіреді? Қане? Ба деген мата, чит деген тамшымен. Тамшы, е? Матаға тамшымен сурет салу деген мағынаны береді екен, е? Дұрыс па? Дұрыс. Ары қарап. Кім таңдайды? Тайып? 9 дейді. Қай ғасырдың және қай елде батый өнер дамыған? Қай елде ма? Қытай. Тағы кім біледі? Тағы. Қаттырақ айтшы. 17 ғасырда Ява елінде, Индонезияның Ява елінде
жазғасыда бадик өнері неған дейді? Дамыған дейді. Білмей қалдық, иә? Шамалы. Кім таулайды? Тағы да. Кім таулайды? Басқа. Айгүл, қайсы? 13. Бадик түрлері. Жаңа айттық қой, қанша түрге бөлінеді бадик? 3 түрге. Қандай? Ыстық бадик. Суық бадик. Және кім айтып жібереді, бауырлар? Түйінді бадик дейді, дұрыс па? Суық, ыстық, түйінді. Суық, ыстық және түйінді бадик дейді. Ары қарай кім танымайды? Каусар, қане? 12. Сен танымаған жоқсың ба жаңа? 12 дейді. Қандай материалдардан жасалған дейді? Осы үшеуіне де общий жауап беріп көріңіздер. Ағаштардан. Қағылама ағаштан, Жел. фарфор, Керамика. керамикаға, Бадик матадан. бадик матаға. Қаттырақ жауап берсеңіз болады, қаттырақ. Ал, Айзере, 11. Жақын деп түсіріп алып дейді. Ашылып. Қағылама дегеніңіз не? Қаттырақ айтшы. Ол ағаш. Өрнек, е? Ағашқа жасалатын өрнек. Дұрыс айтады. Ары қарай. Әрбір ашылып түсіріп ала берді. Кім тамамады? Кім тамамайды? Каусар? 2 дейді Каусар. Ал ою-өрнек түрлерін ата. Ою-өрнек түрлерін атай берші. Білмейміз ба? Қошқармыз. Өткен ой-өрнек түрлері өзі қанша түрлерге бөлінеді деп айттым мен. Өткен сабақтардан білеміз ой-өрнек түрлері. Қандай ой-өрнектер, а? Түрікке бөлінеді, қандай? Қошқар мүйіз, ол жалпылма бар ой-өрнектер бар ғой, басқа. Өсімдіктер кез ой-өрнектер ме? Одан кейін. Жануар емесі оймышты. Пішіндер бар одан кейін. Тағы да қайсы? Геометриялық ой-өрнектер бар дедіге, одан кейін космонологиялық ой-өрнектер бар деді. 4 түрге бөлінеді ой-өрнектер дедік. Ары қарай, біліп аламыз балалар бұны, ұят қоймауымыз. Ары қарай, кім таңдамады? Қыздар, болды сіз ақылдан. 8 дейді. Бадик өнері қай елден шықты? Абай Қытай. Бадик өнері қай елден шықты? Сосын тағы да. Қай елден шықты? Индонезияның? Дұрыс. Ары қарап. Тағы да. Кім таңдайды? Анда қоямыз. 6. Жел дегеніміз не? Салынатын өрнектер. Ары қарап. Кім қалды таңдайды? Кім таңдайды? Тағы да. Артынан таңдай береміз. Кім таңдайды? Ал. 3. Жел өнері қайдан шыққан? Орыс қалғаны Гжель деген өзеннің атынан байланысты шығарылған дейді. Дұрыс Ресей қаласынан. Одан кейін тағы кім таңдайды? Екеу қалды. Қай? 4. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз не? Бауыржан? Қолдан жасалатын барлық ұлттық бұйымдардың барлығы сәндік қолданбалы өнер жатады екен, дұрыс. Ары қарай. 14 кім айтады? Айнұр. 14 кетті. Қағылама өнерінің басты ерекшелігі неде? Бір десе? Нені көмегімен? Сразу қырқалам дейді қазақшасы. Қырқаламның көмегімен сразу орындалатын жұмыс дейді. 14 сұраққа да жауап беріп балалар, бүгін сабақ бойынша кішкене болса да бір нәрсе қалды ма естерінде? Қалды ма, иә? Түсінікті ма? Жел өрнегі, қақылама
қандай түстерді қолданатынымыз білдік қой, иә? Енді балалар, бері қараңдар. Біз бүгінгі сабақ бойынша кішкене ғана болса да эскиз жасап қойып, сол эскизімізден кішкене просмотр жасап көрсек болады ма суреттерінен, мына жерге қояқшы суреттеріміз, бәріміз ашық-ашық айтуымызды жыртпаймыз. Салған біздің жұмыстарымызды қоя іліп, сөйтіп өзіміз бағалайықшы. Қай жұмысқа қандай баға беретінімізді ретмен қояйық, тез ретмен. Тағы да қоямыз бәріміз. Ары қарап, тағы да кім қалды? Тағы да. Болды ма? Қоямыз, Азира қой. Кірмесең де қоя берсек, кірмесең де қоя бер. Тағы кімдікі қалды? Болды ма? Кімдікі қалып тұр? Кімнің жұмысы қалып тұр? Ал енді балалар, осы жердегі жұмыстарымыз бүгінгі сабағымызға келеді ма? Мына жұмыстарға? Келіп тұр, шамалы болса да келіп тұр. Себебі қақыламада тұр, батик өнеріне арналғанда жұмыстар және гүжел өрнегіне арналған жұмыстар тұр. Бауыржан, келеміз. Енді бұл жерде ең жоғарғы баға қайсыған бергіміз келеді? Бағалайықшы өзіміз. Айтамыз, қай жұмыс, мына жерін алайықшы, қай жұмыс ең жақсы жұмыс болып тұрған. Бітірген жоқ, бәрі болады, бұл эскиз болып кетеді. Қаламмен салынған суретті тұр, батик өнеріне арналған, қайсы жұмысқа? Қақылама өнер. Мынау жаңағы батик тақырыбына салынған жұмыс дейді, мынау, мына жұмысты алсақ, бірінші орында деп, бірінші бойынша, одан кейін екінші мынаны, мына жұмысты. Қайсы? Мынау ма? Мынау? Екінші орынға осы кетесің деген әдемі шыққан алда, одан кейінгі мынау үшінші орынға жоқ, ол бітірілмеген ол жұмыс. Одан кейін мына жұмысшы бітірмеген ғой, бірақ бас жағын бәрі келіп тұр емес па, және мына жұмыстарда, жоқ, негізінде просто бірінші бағаларында мен біліп атырмыз, керемет деп жақсыға барлықтарында бүгінгі сабақтарында жақсы деуге болады. Себебі барлығымызда жақсы жұмыс жасадық, бізге бір 15-20 минуттың ішінде біз осындай нәтижеге жетіп тұрмыз деп ойлаймын. Болады мына жұмыстарға? Керемет балалар. Осындай өз-өзімізді бағалатып, бүгінгі сабағымызда жұмыстарыңызды ала қойыңдар. Ары қарап толықтырамыз жұмысымызды тағы да. Жұмысымызды. Балалар, онда бүгінгі сабақ бойынша жұмыстарында алдағы мына қағазды осыған өздерінің жаңа бүгінгі сабақ сендерді қаншалықты ұнады, қаншалықты қызықты, қаншалықты құнды болды жазып, мына жерге қоя қойыңдар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнады ма? Онда кереметті бір фото қояшы. Онда жұмыстарын аяқталыңдар. Өздері мына жерге елеріңді қаншалықты сендерді сабақ ұнағанын жаза қойыңдар. Рахмет балалар.